Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге осындай өте нәзік, биік болып шығатын шарлотка дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқаны саламыз. Кейін ыдысымызға қантты саламыз. Барлығын миксермен жақсылап миксерлейміз. Дәл осы видеодағыдай әппақ болып 2 есе көтерілгенше миксерлейміз. Шамамен 5-7 минуттай миксерлейміз. Бөлек ыдысымызға ұнды саламыз. Оның үстіне қопсытқышымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Кейін осы сұйық массамыздың үстіне сүзгіні қойып, осы ұнымызды 2-ге бөліп жартысын саламыз. Құрметті көрермендер, егер осы видео ұнап жатқан болса, подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ұнымызды салып болғаннан кейін, лопатканың көмегімен массамызды жақсылап араластырамыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей, төменнен жоғарыға қарай араластырамыз. Сол кезде массамыз жақсы бірігетін болады. Бұл жерде венчикті немесе миксерді қолданудың керегі жоқ. Солай ұнымыздың екінші жартысын саламыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Егер де біз тестамызды венчиктің немесе миксердің көмегімен араластыратын болсақ, біздің тестамыз көтерілмей қалады. Және де осы қамырымыз дайын болғаннан кейін алмаларды ұсақтап турап алып, осы қамырымызға қосып жақсылап араластыруға да болады. Тестамыз дайын болғаннан кейін алмаларды кесуге кірісеміз. Алмаларды жақсылап жуып, оны 2-ге бөліп, ортасында тазалап аламыз. Егер қаласаңыздар, қабығын алып тастасаңыздар болады, мен бірақ солай салатын боламын. Дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, жарты дөңгелектерге бөліп шығамыз. Келесі формамызды дайындаймыз. Менде мұнда арнайы пирогқа арналған форма. Мен алдын ала оны дайындап алдым. Пергамент қағазын ортасына салып алдым. Шеттеріне май жақсаңыздар да болады. Немесе осы пергамент қағазын кесіп, жан жақтарына салып шықсаңыздар да болады. Кейін осы видеода көрсетілгендей етіп, алмаларды астыңғы бөлігіне салып шығамыз. Оның үстіне тестамыздың барлығын құямыз. Тестамызды құйып болғаннан кейін, оның үстіне алмаларды салып шығамыз. Дайын болған пирогымызды 180 градуста қызып тұрған пешке 30-40 минутқа жібереміз. Сонымен біздің пирогымыз дайын. Мен алдын ала пештен шығарып суытып алдым. Дәл осы видеода көрсетілгендей алдымен пышақпен шеттерін кесіп аламыз. Сонымен біздің шарлотка пирогымыз дайын. Ол өте нәзік және де биік болып шығады. Дәмі де өте керемет. Менімен бірге жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Егер сіздерге осы видео ұнаған болса, лайк басып подписаться етуді ұмытпаңыздар.
және де қасындағы қоңыраушаны басатын болсаңыздар менің жаңадан шыққан видеомды алғашқы болып көре аласыздар.